Ассаляму алейкум достар, сіздермен бүгін үй жағдайында терияки соусын және де ағзамызға пайдалы керемет салат дайындаймыз. Ең бірінші кезекте түрлі түсті қырыққабатымызды майдалап турап аламыз. Туралған қырыққабаттарымызды алдын ала қайнап тұрған тұзды ыстық суымызға саламыз. 2 минут пен 3 минут көлемінде бізге жетеді. Енді кезекте рукола шөбін тамырын кесіп аламыз. Және де үлкен ыдысқа салып, үстіне тауық төс етін және де қырыққабатымызды қызанақ, сонымен қатар кунжут майын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкемізге қойсақ болады. Ал енді үстіне қыздар, осы кезде терияки соусын құямыз және де оның үстіне кунжут себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.